естеріңе. Мен Ақкемер жалпы білім беретін орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы Ұзақ берген Әмина. Менің бүгінгі сіздерге ұсынғалы отырған жобамның тақырыбы болашақтың биология кабинеті 3Т технологиялар. Менің жобамның жетекшісі Мұқанова Ақмарал Серікбайқызы. Жобамның мақсаты 3Т басып шығару технологиясы арқылы биология сабақтарына қажетті қолжетімді жоғары дәлдіктегі көрнекі құралдар кешенін жасау. Сонымен қатар жобаның міндеттерімен де таныс бола аласыздар. Жобаның өзектілігі қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды пайдалану оқушылардың танымдық қызығушылығын айтарлықтай арттырады. Соның ішінде 3Т принтер арқылы биологиялық модельдерді жасау күрделі құрылымдарды көлемді түрде көруге мүмкіндік беріп, оқушылардың кеңістік ойлау қабілетін және ғылыми білімді терең меңгеруін қамтамасыз етеді. Яғни бұл жобаның өзектілігі білімді заманауи әдіспен жеткізу болып табылады. Сонымен қатар қазіргі кезде оқушылардың биология пәніне деген қызығушылығы өте төмен. Себебі бізде биологияда күрделі, түсініксіз тақырыптар өте көп, ал оқушы ол тақырыптарды меңгеру үшін жай ғана кітаптағы ақпаратты оқып шығу жеткіліксіз. Сондықтан осы жерде 3Т модель көмекке келеді. Осы мәселені негізге ала отырып, осы жобаны жүзеге асыруды шештім. Одан кейін бұл жерде енді 3Т модельдің мүмкіншіліктері туралы ағза мүшелерін модельдеу. Мысалы, бізде биологияда көзге көрінбейтін әртүрлі кішкентай осы құрылымдар болуы мүмкін. 3Т модель осы құрылымдарды айқын 3 өлшемді, 5 өлшемді түрде форматта көруге мүмкіндік береді. Осы орайда мен осы ағза мүшелерін модельдеуде жасаған модельдерім жүрек, осы қан айналым процесі қалай жүретіндігі туралы нақты көре аламыз. Одан кейін миды да бөлімдері шекараларын нақты айқын белгілеп көріп тұрғандарыңыздай бақылай аламыз. Сосын бүйрек, яғни нефрондардың қызметі қалай жүретіндігі туралы, сосын өсімдік және де жануар жасушаларын да жасаған болатынмын. Одан кейін білім беруде 3Т принтердің рөлі көрнекі ретінде осы биологиядағы құрылымдарды түсінуді жеңілдетеді, молекулалық модельдерде де, болашағының экологиялық аспектілерде өте зор. Яғни теория мен тәжірибемен ұштастырады. Енді біз бұл жобаны жүзеге асырмас бұрын шынымен де мектеп оқушыларынан білгіміз келді, яғни 3Т принтер технологиясы және биологиялық модельдер оқушыларды қызықтыра ма деген сұрақтарға жауап алу мақсатында сауалнама жүргізілген болатын мектеп оқушыларынан. Осы жерден сауалнаманың жалпы нәтижелерін көре аласыздар. Жалпы жобаны жүзеге асыру үшін бізде 3 практикалық жұмыс жүргізілді. Бірінші практикалық жұмысқа тоқталсақ, бірінші жасуша модель жасау. Бұл тәжірибе маған ерекше болды. Себебі бұл тәжірибені жасау процесінде мен өзімді нағыз ғалым ретінде сезіндім. Яғни маған өте жақсы әсер қалдырды. Бұл практикалық жұмыста қажетті құрал-жабдықтармен танысатын болсақ, 3Т принтер технологиясы, ФДМ технологиясы қабат-қабат пластик ерітіп модель шығарады. Тұла филаменті ол экологиялық таза, мектепке қолайлы және теңкеркет бағдарламасы қарапайым 3Т модельдеу құралы болып табылады. Бірінші практикалық жұмыстың жұмыс барысын, қалай болғандығын бақылау және қорытындысын көре аласыздар. Одан кейін екінші практикалық жұмыс. Мен бұл жобаны тек қана бір бағытта емес, әртүрлі салаларда зерттеп қарадым. Осы жерде 3Т тек модель емес, табысқа апарар жол. Яғни мен мектеп осы табалдырығында жүріп, тек қана бұл модельдерді жасап қана қоймай, осы модельдерді нарыққа, сатылымға шығару арқылы қосымша табыс көзін табуды шештім. Осы орайда сіздерге бизнес идеямды ұсынғым келіп тұр. Бұл 3Т Bioedu Models, 3Т модельдер жасау, таныстырмалық көрсету және де сатылымға шығару. Бұл жерде миссия мен ниша, яғни негізгі талаптар, серіктестік, жеке тапсырыс, тұтынушылар, табыс көзі, шығындар, пайда, осының барлығымен таныс бола аласыздар. Біз бизнес идеяға жету үшін бізде бизнес жоспар болу керек. Осы жерде бизнес жоспарды
құпия аласыздар. Бұл жерде маркетинг стратегиясы, яғни тұтынушыларды қалай тартамын, алдын ала тапсырыс беріп әлеуметтік желі арқылы жарнамалау, мысалы Instagram, TikTok секілді әлеуметтік желілермен жарнамалау арқылы. Одан кейін баға қою формуласы, тез іске қосу жоспары, маркетинг, қауіпсіздік және сапа. Бұл модельдер қауіпсіз, себебі ол пла пластигінен жасалған. Пла пластигінен жүгері крахмалынан жасалған, экологиялық таза аспект, ешқандай иісі жоқ, сондықтан балалардың денсаулығына ешқандай қауіп төндірмейді. Ғылыми жобаның жаңашылдығына келетін болсақ, жобаның мектеп жағдайында қолжетімділігі және де экология таза материалды пайдалану. Бұл жобаны жүзеге асыру тиімді болды, себебі маған бұл мектепте, біздің мектебімізде жалпы 3 технологиясы бар. Сондықтан маған тиімді болды. Оқушыны пассивті тыңдаушыдан белсенді зерттеушіге айналдыру. Үшінші практикалық жұмыс 3 білім беремін, заманауи білім кеңістігіне қадам. Бұл жерде 3 принтер арқылы биологиялық модельді жасап, оқушыларға таныстыру және тапсырыс қабылдап, оқу процесін жеңілдету. Жалпы 3-ші практикалық жұмыс 4 кезеңнен тұрады. Бұл жерде мен жобаның нәтижесін алу үшін шынымен де биология модельдердің пайдасын көргім келді. Сол себептен мектептегі оқушылардан биология пәнінде осы модельдерді бердім. Мен жалпы байқағаным, шынымен де 3 модельдердің мүмкіншілігі жоғары, олар оқу процесін шынымен жеңілдетеді. Оқушылар басында көрген кезде қызығушылық танытты, себебі оларға бұл модель өте қызықты болды. Жобалық Instagram парақшам, енді бұл жерде жалпы-жалпы айтқандай, іс жүзінде мен жүзеге асырдым. Осы жерде жарнамаладым және осы жарнамалардың арқасында маған әртүрлі тапсырыстар түсті. Бұл жерде жобаның барысымен, үлгілерді және тағы да басқа ақпараттармен таныс бола аласыздар. Практикалық маңызы: жобаны жүзеге асыру кезеңінде Instagram арқылы жарнама жасалды, WhatsApp арқылы алғашқы тапсырыстар қабылданды, өнімдер онлайн және офлайн форматта ұсынылды, мұғалімдердің оқушылардан осы оң пікірлер алды және осы жерден төлемді тапсырыстарды көре аласыздар. Менің ұсынысым осы модельдерді мектеп бағдарламасына енгізу және де мұғалімдерге осындай технологияларды жиі қолдану ұсынылады. Күтілетін нәтиже, сонымен қатар сіздерді қызықтырса, байланыс үшін ақпаратты да қалдырдым. Қорытындылай келе, мен өз жұмысымды қорытындылай отырып бір маңызды ойға келдім. Бұл жоба шынымен де осы биология пәнін оқытуды жаңа деңгейге көтеретін заманауи әлі көрнекі, қолжетімді, сапалы инновациялық шешім болып табылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.